Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге Майра Сотбек қызы. Бүгінгі видеода балықтың етінен дәмді сорпа дайындайтын боламыз. Яғни уха деп аталатын сорпа бұл. Дәмі сондай керемет, балықтары да дәмді болып піскен. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар достар. Бірге соңына дейін қараймыз. Неке, ең бірінші бізге балықтың осындай басы қажет болады. Балықтың кез келген балықтың басы болса, осылай алып қаласыздар, жабырасын барлығын тазартып. Мен алдыңғы видеомда бар қалай тазартқандарымыз, астына ссылкасын қалдыра кетемін. Неке, балықтың басының қасында тұратын еттерін, құйрықтарын, кез келген еттерін қолдана аласыздар. Неке, ау деп балықты жейді. Сорпасына біз енді суға осы балықтарымызды тазартып жуып, тұздап болғаннан кейін салып қайнатып қоямыз. Енді ішіне қосатын қоспасына кез келген қолдана аласыздар. Мен осындай картошка, пияз және де сәбіз қостым. Осындай кубиктап, ерелек біздің турағышымызбен турасаңыздар өте әдемі көрінеді. Дәл осылай барлығын кубиктап турап шығатын боламыз. Видеодағыдай. Картошкамыз турап болды, енді сорпасы бір қайнағаннан кейін бетіне осындай көбіктер шығады. Бізде ет қайнатқан секілді көбіктерін алып тастаймыз да, енді картошкамызды саламыз. Және де тағы да кішкене қайнататын боламыз. Бізде балық тез пісетін еттердің қатарынан, сол себепті балық езіліп кетпесін. Неке, енді артынан сәбізімізді осындай турап, және де пиязымызды турап дайындап аламыз. Мінекей астын басып қойғамын, бізде уха қайнап жатыр, оның үстіне біздің тураған пиязымыз бен сәбізіміз саламыз. Егер де пияз бен сәбіз сіздерге бұлай ұнамаса, сәбізді теркадан өткізіп қоссаңыздар болады. Және де қуырып жіберіп қоссаңыздар болады, бірақ бізге осылай ұнайды, сорпасына салғанда өте дәмді болады. Өзінің қуатын, өзінің дәмін осы сорпаға береді. Сол себепті осылай қостым. Неке, балықтың басын мен қарап жатырмын, пісті ме екен деп. Көздері кішкене ағара бастаған кезде ол пісті деген сөз. Енді үстіне дәміне қарай тұзымызды саламыз. Егер менде тұз аз болса, кішкене үстіне қоссаңыздар болады. Осы қайнағаннан тұзын көреміз, және де біздің кез келген приправаны қоса аласыздар. Негізі бұл ухаға лавровый лист өте әдемі үйлеседі. Дәмі сондай керемет болады. Неке, қайнап жатыр, жақсылап бір қайнаған кезде біздің осы балықтарымыздың барлығын осылай сүзіп алатын боламыз. Және де осы балықтар сүзіп алғаннан кейін артынан біздің картошка, пияз, сәбіз тағы бір қайнатып жіберетін боламыз. Өйткені балықты біз ерте салдық, бұл ерте пісетін балық болғандықтан кішкене осылай сүзіп бір шетке алып қойған дұрыс. Және де достар, балықтың енді біздің сорпасына ухаға, яғни сәндік үшін, дәмін келтіру үшін осы лимонды қолдансаңыздар болады. Лимон өте дәмін сондай керемет кислинный болып шығарады. Егер сіздер кислинный дәм болғанын қаламасаңыздар, онда қоспауға да болады. Болмаса укроп, петрушка қосуға болады. Неке, мен бір жағына осылай қойып, және үстіне бір балығымды салып сынамын. Ортасында балықтың еттері бар. Неке, бастарын көрсетейін сіздерге қалай болып піскенін. Дәл осылай болып пісу керек. Мына көзін көрдіңіздер ғой, ағарып тұр. Дәл осылай ағарғанда біздің балықтың еті пісті деген сөз. Мына жақтар май, сондай дәмді болады бұл балықтың басы. Балықтың сүйектеріне дейін сондай дәмді болады. Осылай қайнатсаңыздар, сүйектеріне дейін желінеді. Неке, өзінің терісінен оңай ажырап тұр, сондай дәмді болып шыққан. Бірге дәмін көретін боламыз қазір. Міне бір балықтың басын осылай қойып, осы біздің отбасымызға, отағасына ұсынсаңыздар, өте керемет болып үйлеседі. Және де біздің отбасымызға өте қатты ұнайтын астың бірі. Неке, балықтың басының еті қалай піскенін сіздерге көрсетейін. Сондай керемет шашырап тұр. Және де дәмі сондай сулы, сочный, дәмді болып шығады еттерінің өзі. Лавровый листтің де дәмі сондай керемет үйлескен. Және де достар, мен арнама тіркеліп, колокольчикті басып қоюды ұмытпаңыздар, және де все деп басуды ұмытпаңыздар. Сонда менің әрбір салған видеоларымды жіберіп алмайсыздар. Сау болыңыздар.